Тікелей эфирде Қайырлы Қазақстан бағдарламасы. Біз одан әрі жалғастырамыз. Өздеріңіз көріп тұрсыздар, біздің мейманымыз да бүгін қонағымыз студиямызға келді. Білесіздер, Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген қайраткері Жеңіс Ысқақова, қош келдіңіз. Қош келдіңіз, қайырлы таң. Қайырлы таң, Қазақстан. Көргенімізге қуаныштымыз сізді. Мен де сіздерді көргеніме қуаныштымын. Көптен бері сіздерге жинап, бүгін әйтеуір бұйыртты. Енді жаңа жылға дайындық қалай, бір апта қалды ғой? Жаңа жылға дайындық біз бір айдан бері болып жатыр. Түсіріліміміз бар, концертіміз бар. Жақында ғана бір бейнебаян түсірдік. Бүгін Алла бұйыртса тұсаукесері. Сіздерге сонда бір жақсы жаңалығымен келіп отыр. Бүгінгі күні мен Жүсіпбек Елебеков атындағы эстрада колледжінің ұстаздық етемін. Және де Қазақконцерт ұжымында жұмыс жасаймын. Осы тарихта болмаған десем де болады. Тарихта болмаған бір жаңалығымыз бар. Бұл Жүсіпбек Елебеков атындағы эстрада цирк колледжіне биыл бір жаңа жылдық бейнебаян түсірдік. Бұл әннің авторы, осы колледждің директоры, Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері Жеңіс Сейдоллаұлының әні, және де бейнебаян осы колледжіміздің ұстаздық ететін әншілермен түсірілген түсірілім. Керемет. Бүгін сіздер бірінші болып, бірінші Евразия каналы бірінші болып біздің бейнебаянның үзіндісін көрсетесіздер. Тұсаукесері енді Алла бұйыртса, сосын келесі келгенімде алып келемін. Бірден жағымды жаңалықтан бастатып қояйық. Енді үзіндісін көрейік, үзіндісі ұтпайды. Үзіндісі болса, кәнекей назар аударайық. Назар аударамыз. Бегалы. Дайындықтырым дейді? Бәрі дайын. Дайындықтан кейін келіп. Дайын болсыңдар ма? Алдарға таратып кел. Құрметті көрермен, оқу орнының тарихында болмаған алғаш осындай ұстаздар бірігіп, керемет қолдырбашылықпен осындай бейнебаян түсірген. Құтты болсын. Идея қайда? Идея бұл, шынымды айтсам, осы біздің Басекеңнің идеясы, және де менің Ренат Басит деген біздің досымыз бар. Енді барлығы бір-бірімізге деген жаңағы байланыс дейді ғой. Шығармашылық байланыс. Шығармашылық байланыс және де оқу орны ұстаздарының ауыз біршілігі. Бұл әнді біз осы биылғы жылы жаңа жылдық түсірілімдерде айтқан болатынбыз. Содан кейін осы неге осындай әдемі әнге бейнебаян түсірмеске деген осы Жеңіс Сейдоллаұлы басшымыздың осы ойы, және де ойлаймын, мына болашақ эстрада әншілеріне ұстаздық етіп жүрген біздің ұстаздардың да жаңағыдай жұмысының нәтижесі болсын деп. Тамаша. Және білімгерлерге де қандай керемет шабыт береді ұстаздармен бірге, және де өздеріңіз көрдіңіздер, оқу орнының барлығын көрсететін сияқты. Ауқымды қылып алып, барлығы соның ішінде. Ал енді тағы да бір жаңалығымды айтып кетейін. Енді болды ма, естіген боларсыздар, мүмкін көрермендер көбісі естімеген де болар. Биылғы жыл біздің, мен айттым ғой жаңа Қазақконцерт ұжымында әнші болып жұмыс жасаймын деп. Биылғы жыл біздің Роза Бағланова апамыздың 100 жылдығына байланысты осындай үлкен шаралар болды. Және де 1 желтоқсан мен 4 желтоқсан аралығында осы Бағланованың 100 жылдығына байланысты ең алғаш рет халықаралық жас әншілердің байқауы болды. Роза Бағланова атындағы шетелдерден көптеген қатысушылар келіп, осы апамыздың орындауындағы бір әнді орындайды, және де өздерінің де жаңағы әндерін орындап, үлкен байқау болды, өте жақсы деңгейде. Халықаралық деңгейдегі. Халықаралық деңгейде қазақ әуендері ұйымдастырып, министр жаңағы министрлік культура қолдап,
барлығы жақсы болды. Енді мінекей таң атпай келгеннен кейін жинақталмай тұр. Айтатын нәрсем көп еді, шатасып жатырмын. Ананы айтсам екен, мынаны айтсам екен. Негізі осы жылдың соңында әдемі бір түйінделіп жатыр десек болады ғой. Қандай керемет үлкен жұмыстар жасалып жатыр. Жылдықты айтып жатсыз, бейнебаян шығып жатыр, өзіңіздің әндеріңіз бар. Енді шыны керек, сіз осы әлеуметтік желіде белсенді деп айтуға болатын сияқты. Сізді белсенді азаматтардың бірсіз. Қазір біз сіздің бір естеліктер жариялап тұрады екенсіз. Осы бір суреттерді қазір көрсетсек, көрерменге де бәлкім көрмеген жан болса, қазір сынайық. Енді керемет, бұрынғы естеліктер. Бұл менің ауылдағы сол 15-16 жастағы 15-16 жастағы кезім бұл. Сол кезде, Сол кез қасымда Роза Қаратаева деген 4-ші сыныптан бірге сахнаға бірге шыққан менің құрбым, жан құрбым. Тамаша. Ана көйлектерді қарасаң. соны айтамын. Мынау 80-ші жылдар ғой. 80-ші жылдарда. 80-ші жылдардың, мінекей, ойлайды шығар ма, апым 80-ші жылдан бері жүр ме деп. Қандай тамаша бір өзі бір адамға... Рамазан Тайманов деген композитор ағамыз бар ғой біздің, қазақ қызы деген әнімен осы қазаққа мәлім. Осы Рамазан Тайманов ағамыз мына Қызылордада Тереңөзекте өзінің жаңағы вокалды аспапта ансамблі болатын. Сол ансамбльдің міне 2 жұлдызы Роза Қаратаева. Керемет енді. Шыны керек, естеліктерге қараған кезде біз өткен уақыттың өтіп бара жатқанын білеміз. Енді биылғы өтіп бара жатқан жыл 2022 жыл сіз үшін несімен есте қалды жалпы? Қандай бір көңіл күйде боласыз еске алғанда? Жалпы бар ғой, мына қазір жыл енді зу ете қалды да, түсінбей қалды. Бүгін WhatsApp-та бір жеді ғой, фука тағылдық. Бүгін таңертең жолдасым осы сіздерге жұмысқа алып келді ғой. Енді мен айтам, жұмысмен де таңертең тікелей эфирмен таңертең апарып таста деп. Соны алып келеді. Бүгін нешесі деп жайбарақатпен сұрап, бүгін нешесі деп мен 26-сыз, қой. Мен айтам, мінекей, жыл бітті. Кеше жылды қарсы алып еді, бүгін бітті. Зуылдап атқан өмір. Мен бір жағынан ойлаймын, мына демалыста демалысқа барасыз ғой, күн өтпейді. Асықпай. Бір апта демалсаң, бір ай демалып келгенде боласың. Ал мына осы Алматыда жүргенде жұмысқа кіріскен кезде, мінекей, аптамыз жұмадан, міне бір жұма, сосын бір күніне қайтта жұмаға айтып келгенде болады. Жұмаға жұма жақын. Жұмаға жұма жақын. Соны мен айтам, бір жағынан осы уақытымызды асықтыратын өзіміз ба деп. Өйткені, мінекей бүгін таңертең, аңта тұру керек, саған 6:30-да жетті, ана жерде болдыр, содан кейін ана жаққа баруым керек, сосын мына жаққа баруым керек деп, өзімізді асықтырып, ананы үлгеру керек, мынаны үлгеру керек деп, уақытымыз өтіп кетеді. Сондықтан да мен ойлаймын енді, бұйыртқаны болары деп, осы әрбір уақытымызды, әрбір сағатымызды бағалап, сонымен жүрсек қалай болады деп. Мүмкін сол кезде де өзіміздің жүрегімізде сабырлық болар еді, уақытымызда да бір кішкене бір ұзағырақ болар еді деп ойлаймын да. Сондықтан қымбатты көрермендер, ең бастысы жүрегімізге сабырлық беріп, Алланың берген әр күніне жақсылықпен қарап, үмітпен қарап, бір-бірімізге деген сондай бір сыйластықпен, қамқорлықпен қарасақ, мүмкін уақытымызды бағалай білетін болармыз. Өтіп жүрген таңнан тамаша, міне бір мотивация ғой сіздерге, құрметті көрермен. Ескіне еске алдық, жаңалықпен бөлісіп жатырмыз. Керемет жаңа сабырлықты, уақытты айтып жатырмыз. Енді әлеуметтік желі болғаннан кейін осы түрлі хаттар жолдап жататын, және өзіңіз ескі суреттерді салып жатсыздар. Қай өсектер түрлі жүріп жатады ғой. Осы сары басылымдарға өзіңіз қалай қарайсыз? Қалай қабылдайсыз? Мен оған өте қарсы қараймын. Өте қарсы қараймын. Расында да біз мына әлеуметтік желі деген бір жағынан мысал үшін оның жақсы жағы да бар, қарама қайшылығы да бар. Өйткені әркім өз тірлігімен жүреді, хабарласып жағдай сұрасуға да уақыт болмайды. Күнделікті өзіңнің досыңмен араласатын, туған туысқаныңмен жағдайың қалай деп сұрауға да уақытың болмай қалады. Сол кезде амандықты білу үшін кейде қолын қалт еткенде деп айтады, бір қолын қалт еткенде бір әлеуметтік желі қарасаң, ана аман есен анда жүретін ғой, аман жүрсің. Жүретін ғой, аман есен. Даже өзімнің де құрдастарым
кейде бір амансың ба, неғып іздемейсің, неғып хабарласпайсың деп мен өзім хабарласамын ғой, сөйтіп енді саған әлеуметтік желіге қарасақ анда жүрсің, мында жүрсің, сосын қой құрсын жұмысында кедергі болмайық деп сыртыңнан қарап отырып қой дейді. Амандықты содан біліп отырады. Ал бір жағынан жаңағыдай кісілердің енді сүрінбейтін тұяғы жоқ, жағылмайтын жағы жоқ, сүрінбейтін тұяғы. Кейде бір жерде сөзің дұрыс шықпай қалса, не болмаса бір кішкене қадамың дұрыс болмаса, ойбай анау сүрінгенді, ойбай анау жығылып құлап жатыр екен дейді. Кішкене бұрынына суағып, кішкене бұрын ауырыңқырап түсіп, ойбай анау ана жақта ауруханаға түсіп ауырып жатыр екен дейді. Кішкене дүние түймедей. Жалпы кейде ойлаймын енді сіздер бар, мына көрермендеріміз бар, таңертең тұрып алып жұмысқа кетіп, кешке дейін жұмыста жүретін азаматтарымыз бар, және де кейде бір ерігіп, кешке дейін сол әлеуметтік желіні аңдып отыратын адамдар да бар. Іші пысқаннан жаңағыдай жұмысы зор ма? бір жаңағы жама сөз әдейі тастап қояды. Сосын барып сол жама сөздің айналасында адамдар біреу сені жақтайды, біреу сені даттайды, сосын бір-бірімен қырылады. Мен ойлаймын, айдаладағы біреуге неменеге күйіп пісіп отырсыңдар деп. Сондықтан да мен ойлаймын, осы тікелей эфир арқылы өзіміздің қаракөз бауырларымызға жалпы айтатыным, ең бастысы жүрегіміз кірлемесе екен, тіліміз таза болсын. Әрбір айтылған сөз, атылған оқ дейді, ол өзіңізге қайтып келуі мүмкін. Сондықтан да тағы да айтатыным, жақсы ойлайық, жақсы сөйлейік. Бәріміз пендеміз, кемшілігіміз көп, бірақ әр адамның бойынан жақсы жағын қарап, сол жақсы жағын дамытуға тырысайықшы. Мына бүгінгі күні қырғын сүргін жан-жағымызда соғыста болып жатыр. Мына жаңағы ауа райы да қазір бұзылып жатыр мысал үшін да. Сондықтан да бір Алланың қолында ертеңгі күні не болады, сондықтан да Жамандықты жасырайық, жақсылықты асырайық, күліп, сабырлықпен жүрейік. Қандай тамаша мұны. Енді жалпы кез келген қыздар қауымына да қызық шығар, сізге қарап, Жеңіс ханым не киді, не қалай боянды, шашын қалай жасады деп, мысалы, кез келген әйел адам ол жұлдызға қарайды. Енді сіз өзіңіз қаншалықты мән бересіз өзіңіздің шаш үлгіңізге? Мен басқасын қайдам енді, бұл шаш үлгісіне өте қатты мен мән беремін. Сосын жаңағы көңіл күйім болмаса, жаңағы салонға барып, шашымды басқа түске бояп тастап, көңілімді де өзгерді, көңіл күйімді өзім жасап бар. Мысалы, мен жаздың күні жүріп, жаздың күні бір жарқырап жүргім келді ма, білмеймін, сосын бір оны әлеуметтік желіге өзімнің инстаграм парақшамада қойдым, бір осыдан 20 жыл бұрынғы бір суретке қарап қалсам, сол жердегі шашымның түсі ұнап қалды. Қош, мен ертең барамын да шашымды осылай бояймын деп, барып ертеңіне бояп тастағанмын. Көңілге бірден пайда. Жалпы қыздар қауымы солай ғой, қысқартып жатады, ұзартып жатады, өмірін өзгерту үшін шашпен байланысты болып жатады. Енді келісеміз, енді біз Жеңіс ханым қазір біздің көрермендерге, әйелдер қауымына бір керемет қызықты пайдалы ақпаратымыз бар. Мына қарапайым ғана шанышқының көмегімен шашқа керемет шаш үлгісін жасауға болады екен. Әсіресе жаңа жыл қарсаңында түрлі шаш үлгісін жасағыңыз келсе, біздің келесі бейнематериалымызды көріңіз. Жаңа күн бөлейді жаңа нұрға, от жағып жанарыма. Ризамын әр күніме, кешемен бүгінге, ертеңім жаңа. Жаңа күндер өтуде қас-қағымдай, балдәурен жас шағымдай. Қуаныш бақытпенен, жарасып уақытпенен, келемін алға. Жаңа күн кел маған, үміт бер маған, күліп кел маған. Жаңа күнде жаңарсын, қала мен дала. Жаңа күнде болайық, сіз бенен бір.
Siz beni biz aman. Жаңа күн жақсы өтті, жақсылыққа жалған. Жаңа күн жетелейді, жаңа бақыт демалған. Жаңа күнде жаңасын қаламен дала. Жаңа күнде болайық, сіз бені біз аман. Жаңа күн жақсы өтті, жақсылыққа жалған. Жаңа күн жетелейді, жаңа бақытпен болсын дейміз. Енді тамаша көңіл күй керемет сұхбат болды. Уақыт бөліп келгеніңізге сізге алғыс білдіреміз. Сондай-ақ біздің бағдарламамыздың атынан сізге тамаша бір сый. Ой, рахмет. Қабыл алыңыз. Рахмет. Енді құрметті көрермен, дәл қазір біздің студиямызға «Доброе утро Қазақстан» бағдарламасының жүргізушілері әріптестеріміз Амината мен Талғатты ортаға шақырамыз. Қайырлы таң, әріптестер. Сәлем, қайырлы таң. Жан, қайырлы таң, жеміс. Ханым, прекрасно выглядите, жаңа жылыңызбен құтты болсын. Рахмет, сіздерге де рахмет. Енді әріптестер, керемет жаңалықтарыңыз көп сияқты. Енді әсіресе қазіргі кезде тұмаудан қорғанудың және өзге де вирустан қорғану жолдарын айтады екенсіздер, және қандай тағы да ақпараттар болады? Ну да, про здоровье мы сегодня обязательно поговорим. По традиции, конечно же, дадим рекомендации, советы. Сегодня у нас будет в гостях врач, специалист, который все нам разъяснит. Но я бы хотел сказать, что Женя сегодня, ну просто, я не знаю, затмила все елки в нашей студии. Я думаю, что это самое лучшее украшение доброго утра. Тамаша, ал біз сіздерге сәттілік тілейміз. Әр шаңырақта Еуразия бірінші арнасы қосылып